Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін сливки мен творожный сырды қалай дұрыс сақтау керек жолдарын айтамын. Мен осы творожный сырды қолданамын, 69% Сіздерге де 69% қолдануға кеңес беремін. Творожный сыр мен сливкиде сақтаудағы ең үлкен жіберетін қателік бұл морозилкаға сақтау. Арада қолданбаймын ғой деп морозилкаға салуға мүлдем болмайды. Ол мұз болғаннан кейін қайта еріткен кезде іріп кетеді. Сізге крем жасауға мүлдем жарамай қалады. Сондықтан тек қана холодильникте сақтаймыз. Сақтау мерзімін көріп, тек холодильникте сақтаймыз. Бөлме температурасында да сақтауға болмайды. Мен сливкиді қолданардан алдын 5-10 минутқа морозилкаға осылай төңкеріп қойып аламын. Одан артық қоюға болмайды. Ауызы ашылған творожный сыр мен сливкиімізді холодильникте 5 күнге дейін сақтаймыз. Одан ұзақ сақтауға болмайды, дәмі бұзылып кетеді. Егерде сіз базардан, магазиннен сатып алғаннан кейін қолданардан алдын 6-8 сағат міндетті түрде холодильникке қойып алыңыз. Кеңесім пайдалы болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.